Саламатсыздар ма, қазақ халқы, саяжай тұрғындары. Мінекей мына өткенде айтқан Алима тәтеміз бірінші операциясын Алматыдағы Сұңқар больницада жасады. Алаш партиясының несімен, қолдауымен бірінші операциясын қалада Сұңқарда жасады. Мінекей мына екінші операциясына мына Еңбекшіқазақ ауданы Есік қаласындағы мына ауруханаға келіп тұр. Осы жерде көмектесеміз деп, осы азаматтығы жоқ, құжаты жоқ апайымызға осы Есік қаласындағы больница көмектесеміз деп, операциясын тегін жасап берейін деп жатыр. Және де кімде осындай проблемасы болса, құжаты болмай, ауырып, емделе алмай жүрсе, ота жасата алмай жүрсе, осы Алаш партиясына барып, арыз жазып өткізсе болады. Және де осындай көмектеседі, барлық жан-жағынан көмектеседі. Мінекей осы Алима апайымыз екінші операциясын жасауға келді. Мінекей Алима апайымыз ем алуға келді. Қазір приемный покойдамыз, система алып жатыр. Бүгін больницада қаласыз, Бүгін больницада қалады емді. Гинекологтар бәрі кеп тексеріп кетті. Кешені аяғын шығарып алған екен. Соны рентгенге түсірді. Рентгенге түсіріп, намаздап жазып берді. Осындай документі жоқ адамды тегін қарап жатыр. Еңбекшіқазақ ауданының областной больницасы.